Ассалауму алейкум. Және бір кем қарежет кондитер өнімлерінің бірі алмалы пирог даярлап көрсетпекшімен. Қанша муғдарда продукта керек болады, бәрін описанияда жазып өттім. Бірінші табамызды қыздырып алып, 60 грамдай сары майымызды ертіп аламыз. Үстіне 50 грамдай құмшекер салып, араластырып, тынбай бұлғап тұрамыз. Құмшекер еріген соң даярлап қойған туралған алмамызды салып, араластырып, оны да тынбай бұлғап тұрамыз. Алмамыз сарғыш реңге кіргенше. Тайын болған соң суытып қоямыз. Кейін майегіміздің үстіне 150 грамм құмшекерімізді салып, көпіргенше миксерлеп аламыз. Сметанаға 1 шай қасық нан сода араластырып, оны да қосып миксерлеп аламыз. 60 грамм шимшкі майымызды құйып, оны да миксерлеп аламыз. Електен өткеріп, даярлап қойған ұнымызды, ванилинімізді салып, жақсылап араластырып, миксерлеп аламыз. Тайын болған массамызды пергамент қағазы төселген табамызға құйып, бір тегіс жайып алып, даярлап қойған алмалы шіремізді үстіне бір тегіс жайып аламыз. Газымыздың духовкасында 200 градус температурада пісіріп аламыз. Әммеге жағымлы іштей ұнаса, жүрекшені басып, ағза болуды ұмытпаймыз.